Türkiye. Kültürlerin uzunluğu. Bu meşhur. No biz. Türkiye'nin keremet yerleri. Bizler hazır İstanbul kalasının Ortakoy degen yerindemiz. Öte keremet yerlerinin biri. Suudun жағасында ең биік жерлерде отырмыз. Обед уақыты. Жаке, мына тамақтар жайлы бір түсіндіріп өтсеңіз. Не айтып кетесіз? Аты не бұл түрк тағамдарының? Мынау не, картошка екен, картошканың ішіне? Картошканың ішіне тұрған тағамдар бұны кумпир дейді. Кумпир деп аталады. Яғни не үшін кумпир дейді? Кум деген сөз енді құм сияқты ішінде нанды, картошканың ішіндегі заттардың барлығы қойымды ғой. Құм сияқты да. Пир деген пиршество деген орысшаның сөзді білесіздер ғой? Пировать ету. Екеуін қосқанда кумпир болады. Машалла. Ішінде барлық түрлі салаттар бар астында. Барлық түрлері бар. Және деген қозы құйрық па, басқасы ма, тәтті нәрсенің бәрі бар. Оң жағыңызда бұны вафле дейді. Вафленің ішінде кәдімгі көз алдыңыздан жұмыртқамен вафледі пісіреді. Оның үстіне құлпынай, банан, және деген көріп тұрған шоколадтың түрлі-түрлісін барлығын жағып, енді бүкіл дәм бар мынаның ішінде. Машалла. Енді мынандай нәрсені жей алмайсыз басқа жерде. Мороженыйдан күшті ғой. Мына қамырларын көз алдымызда пісіріп берді еще. Керемет көрек түрк тағамдары. Иншалла ас болсын. Мына судың жағасында, сахыл бойында дейді ғой. Кеме, көпір. Жәннаттың кіші белгісі. Әдемі жерлер, машалла. Тым ойлаған.